Әлеуметтік бағдары бар қоғам әлеуетті. Қазақстанның іскерлік ортасы мен әлемдік экономиканың тыныс-тіршілігі біздің назарымызда. Тәуелсіздік жылдары Шымкент қаласының бюджеті 110 есеге өсті. Яғни оның мөлшері 1 миллиард теңгеден 110 миллиард теңгеге дейін артқан. Оған қоса шаһар экономикасына тартылған инвестицияда еселеп ұлғайып отыр. Бұл көрсеткіш 1994 жылы 459 миллион теңгеге тең болатын. Ал қазір 200 миллиард теңгеге жуықтайды. Аймақтағы экономикалық ахуалмен бірге демографиялық жағдай жақсарып келеді. Қала халқының саны қазір 900 мыңнан асты. Оның үстіне тәуелсіздік жылдары жалпы аумағы 3 миллион 965 мың шаршы метр тұрғын үй салынды. Шағын және орта бизнеске де қолайлы ахуал қалыптасып, 75 мың кәсіпкерлік субъекция тіркелді. Сол арқылы 136 мың адам еңбекпен қамтылды. Еуропалық қайта құру және даму банкі Қазақстандық жасыл экономикалық жобаларға 200 миллион еуро бөледі. Сол арқылы еліміздегі жел, күн, су және биогаздан қуат өндіруге бағытталған ілкімді істер жүзеге аспақ. Сәйкесінше үкіметтің жаңартылған энергия көздерін дамыту жобасы тиімді нәтиже береді. Бұл ретте Иордания, Солтүстік Африка және Біріккен Араб Әмірліктері сынды мемлекеттердің тәжірибесі қолданылады. Сондықтан Еуропалық қайта құру және даму банкінен қаржы тарту жоспарланып отыр. Бұл қаржы институты бұған дейін Жамбыл облысындағы күн электр станциясына қомақты инвестиция құйды. Енді оны одан әрі кеңейту жобасында жүзеге асыруға мүдделі. Ол үшін банк тарапынан 100 миллион доллар бөлінеді. Еліміздің шикізат нарығына құйылған инвестиция көлемі 132 миллиард долларға жетті. Бұл соңғы 10 жылдан бергі ең жоғары көрсеткіш. Оның үстіне ел экономикасына салынған жалпы инвестиция мөлшерінің 60%-ын құрайды. Тәуелсіздік жылдары Қазақстанның минералды шикізат кешені әлемдік нарық сұранысына бейімделді. Мемлекет балансына көмірсутегі шикізаты өндірілетін 119, алтын өндірілетін 94, марганец кені өндірілетін 19, мыс өндірілетін 14 және темір рудасы өндірілетін 16 кені орны алынды. Жер қойнауын игеруге байланысты 866 шарт жасалды. Соңғы 5 жылдан бері бұл саладағы геологиялық барлау шараларына бюджеттен 43 миллиард теңге жұмсалды. Дәл осы жұмыстар еліміздің шикізат нарығына құйылған инвестиция көлемін қамтамасыз етті деп мәлімдеді. Инвестициялар және даму министрлігі геология және жер қойнауын пайдалану комитетінің төрағасы Базарбай Нұрабаев. Табысты адам өзін жоғары бағалайды. Бизнестің артық кемшілігін таразылап, бізбен бірге зерттеңіз. Ақпарат бізден, бизнес сізден болсын.